Федерация профсоюзов Республики Казахстан на сегодняшний день... Қазақстан кәсіподақтар федерациясының республикалық орталығында кәсіподақтардың оқу орталығы ашылған. Онда белсенді кәсіподақ лидерлерін дайындау жұмысы жолға қойылды. Осы күнге дейін оқу орталығында 1000-ға жоқ жұмыскер әзірліктен өтті. Өз жұмысын жақсарту үшін, оның тиімділігін арттыру үшін, өз мекемелерінде жұмысшылардың мүддесін тыңғылықты және білікті түрде қорғай отырып, оның құқығының бұзылмауын, еңбек кодексіне сүйене отырып, дұрыс шешім қабылдауына көмектесу үшін біз кәсіподақ мүшелеріне осы оқу орталығында дәріс алуды ұсынамыз. В настоящее время Қазіргі уақытта еңбек саласы түбегейлі өзгерістерге ұшырап жатыр. Еңбек рыногының бұлайша өзгеруіне себептердің бірі жаңа технологиялардың қарқынды дамуы. Біз қазір компьютер, смартфонсыз өмір сүре алмайтындай халге жеттік. Ал келешекте тіпті біз үшін түрлі жұмыстарды атқара беретін роботтарсыз қиналуымыз да әбден мүмкін. Автомашиналарды өз бетімен жүргізетін буынның біз соңғылары шығармыз. Бұл құбылыстарды 4-ші өндірістік революция деп атайды. Бұл адамзат үшін, кәсіподақтар үшін үлкен сын. Өйткені кәсіподақтар жұмысшылардың өз құқыларын қорғауы қажет болған кезде 1-ші өндірістік революцияға жауап ретінде пайда болған еді. Қазір кәсіподақтардың алдында жаңа әлемде, технологиялық әлемде өз орнын қалай табу керектігі туралы мәселе тұр. Бұл халықаралық еңбек ұйымы үшін басты проблемаға айналған. Біз қазір қай бағытта қозғалуымыз керектігін түсінуіміз қажет. Оның үстіне бүгінгі шындық кәсіподақтардың ескірген көне құрылым емес, керісінше адамдарды қорғайтын негізгі әлеуметтік институт екенін көрсетіп отыр. Сондықтан да кәсіподақтар жаңа роботталған әлемде адам баласының қандай орында болатыны туралы түсінсе керек. Соған орай біз жаңа кәсіптердің, жаңа білімнің, жаңа машықтардың қажет екенін анық саралай аламыз. Оксфорд университетінің болжамына сүйенсек, 2030 жылға дейін, яғни келесі 10 жылдың ішінде 2 миллиардтан астам адам өз жұмыстарын жоғалтады екен. Бұл барлық кәсіподақтар үшін үлкен сын. Учебный центр ФПРК. Кәсіподақтар федерациясының республикалық оқу орталығы кәсіподақ лидерлерімен қатар заңгерлердің де біліктілігін арттырумен айналысып келеді. Сондай-ақ біз кадрлармен жұмыс істейтін мамандарды да оқытып жатырмыз. Оларға еңбек заңдылығының негіздерін түсіндіреміз. Жұмыскерлердің құқын, сот барысында оларды қалай қорғап, қалай жақтап шығу керек екенін үйретеміз. Бұл бүгінгі күндері өте маңызды іс. Өйткені жұмыс адамының құқын қорғай отырып, біз ел азаматтарын құқылық мәдениетке баулимыз. Правовую культуру нашего населения.